Сәлеметсіздер ме білім алушылар, сіздермен бірге арнайы пәндер оқытушысы Жұмағалиева Қымбат Жұмағалиевна. Пән экономика негіздері, мамандық менеджмент. Бүгінгі біздің тақырыбымыз меншік және әлеуметтік экономикалық қатынас. Сабағымыздың мақсаты меншік жеке адамдарға немесе ұжымдарға тиесілі өндіріс құрал жабдығы мен өнімдері қаражаты екендігін түсіндіру. Бүгінгі сабағымызда қарастырылатын сұрақтар: меншік туралы түсінік, меншік қатынастарының құрылымы, меншік құқықтық қатынас жүйесі ретінде меншік классификациясы. Меншік күрделі де көп қорлы құрылым. Ол экономикалық жүйенің негізгі бөлігі болып табылады. Меншікті қатынастардың екі тәсілмен ажыратуға болады. Бірінші тәсілдеме меншікті нақты экономикалық категория ретінде қарастырады. Меншік деген адамдар арасындағы өндіріс құралдары мен өндіріс нәтижелерін иемдену тұрғысындағы қатынастар. Екінші тәсілдеме меншікті қоғамның бүкіл экономикалық жүйесін сипаттау арқылы сипаттайды. Меншіктің экономикалық мәні келесідей түсініктер арқылы сипатталады. Екі жұп категорияның өзара байланысы иемдену және жатсыну. Жекелену, қоғамдану сияқты жұп категориялары өзара байланысты. Өндірістің жеке және заттық факторларын біріктіру тәсілі. Иемдену деген қандай да бір қатынастар субъектісін осы қатынастардың тұтас қоғам өміріндегі атқаратын қызметтеріне сәйкес субъектінің өзінің өмір сүруіне айландыру дегенді білдіреді. Ал шеттету қандай да бір объектінің субъектінің өзіндік қызметіне айландырудың мүмкін еместігін білдіреді. Меншік құқықтарын жүзеге асыру үшін меншік құқықтарының айрықшалануы өте маңызды. Меншік құқықтарының айрықшалануы бұл меншік объектісін, субъектісін және меншік формасына өкілдерін анықтау. Жалпы экономикалық теорияда меншіктің толық құқықтары 11 элементтен тұрады. Иелік ету құқығы, яғни иеліктерге айрықша нақты бақылау жасау құқығы. Пайдалану құқығы, яғни иеліктердің пайдалы қасиеттерін өзі үшін пайдалану құқығы. Басқару құқығы, яғни иеліктерді пайдалану, кім және қалай қамтамасыз ететінін шектеу құқығы. Табысты алу құқығы, яғни игіліктерді пайдалану нәтижелеріне иелік ету құқығы. Қауіпсіздікке ие болу құқығы, яғни игіліктердің сыртқы орта тарапынан келетін залалдан қорғау құқығы. Иеліктерді мұраға қалдыру құқығы. Иеліктерді шексіз пайдалану құқығы. Сыртқы ортаға зиян тигізетін тәсілмен пайдалануға тыйым салу. Өндіріп алу түріндегі жауапкершілік құқығы, яғни игілікті қарыздан өтеу үшін өндіріп алу мүмкіндігі. Қалдықты сипат құқығы, яғни бұзылған құқықтардың қалпына келуін қамтамасыз ететін тәртіптер мен институттардың болу құқығы. Меншікті қатынастар материалдық және материалдық емес ресурстарға қол жеткізуден шектеулер жүйесі. Егер ресурстарға қол жеткізуден шектеулер жоқ болса, олар ешкімдікі емес, ешкімге тиесілі емес, немесе бәріне тиесілі. Өйткені оларға еркін қол жеткізуге болады. Ал бұлар бір нәрсе деп айтуға болады. Меншік объектілері әрқашанда шектеулі болатын экономикалық ресурстар болып табылады. Басқаларды ресурстарға еркін қол жеткізуден шектету оларға иелену құқықтарын айрықшалауды білдіреді. Айрықшалаудың мәні мен мақсаты ресурстарға меншік құқықтарын, оларды неғұрлым көп пайдалану қабілетті, олар жоғары бағалайтын адамдардың алуына жағдай жасау. Меншік тарихи категория. Нақты бір өндіріс тәсіліне тән өндірістік қатынастар сипатына сәйкес айрықша қасиеттеріне ие. Меншіктің тарихи типтері ажыратылып жүр. Қоғамдық еңбек бөлінісінің дамуының сатыларындағы қандай да бір меншік типінің шеңберінде иемдену тәсілдерінің айрықшылықтары бар болатындықтан түрлі иемдену нысандары немесе меншік нысандарын ажыратады. Оларға жеке иемдену нысандары, ұжымдық иемдену формалары, қоғамдық иемдену нысандары жатады. Қандай да бір тип аясында қандай да бір түрлері болуы мүмкін. Осылайша жеке меншік, яғни жеке еңбектің жеке капиталистік болып бөлінеді. Ұжымдық меншік, серіктестік, корпоратив, акционерлік, ортақ және өндіріс болып табылады. Қоғамдық меншік жалпы мемлекеттік, муниципалдық болып бөлінеді. Меншіктің экономикалық мәні келесідей түсініктер арқылы сипатталады. Екі жұп категориялардың өзара байланысы иемдену және жатсыну. Жекелену, қоғамдану сияқты жұп категорияларының өзара байланысы
Өндірістің жеке және заттық факторларын біріктіру тәсілі, табыстарды үлестіру тәсілі, субъектілі, объектілік талдау. Қазақстанда меншік қатынастарының жаппай дамуы еліміздің егемендігін алып, экономикалық құрылымды жоспарлы экономикадан нақты қатынастағы экономикаға өтуіне байланысты қажеттінің жоғары болуы көрініс тапты. Елімізде жаппай жекешелендіру негізінде бүгінгі таңда мемлекеттік меншіктің басым бөлігі жеке меншік формасына немесе корпорациялық меншікке өткізілді. Бұл шаралар өз кезегінде экономикаға оң әсерін тигізіп, нарықтық қатынастардың тиімді дамуына жол ашты. Мұндай меншік формасының нақты сипатта болуы даму негізінде ел экономикасының экономикалық ашықтығын, инвестициялардың көптеп құйылуын және экономикалық белсенділікті арттырды. Қазақстан Республикасының егемендік қатынасқа өтуіне байланысты нарықтық қатынастардың қалыптасып, күннен күнге дамуының алғышарттары жоспарланған мемлекеттік меншікті немесе ұжымдық меншікті айландыру қажеттілігі болып табылды. Меншіктің тарихи бастамасы ортақ меншік. Ол ортақ еңбек пен оның нәтижелерін біріктіріп, иеленуге негізделеді. Құқықтық мағынадан қарағанда, мүлік тек бір тұлғаға ғана емес, екі немесе одан да көп тұлғаларға тиесілі болуы мүмкін. Көрсетілген жағдайда бір материалдық объектіге бірнеше субъектілік меншік құқығы пайда болады. Айтылған екі немесе бірнеше тұлғаның меншігіндегі мүлік оларға ортақ меншік құқығымен тиесілі болады. Мысалы, екі азаматтың бір тұрғын үйге ие болуы. Жекешелендірудің ең қарапайым түрі өнім шығаратын кәсіпорындарды сату. Бұл жағдайда сатып алушы толық меншік иесі болады. Ал екінші бір қарапайым формасы кәсіпорын мүліктерін түгелдей бөліп беру жолы. Ал бұлардың күрделі формасы мемлекеттің кәсіпорындарды акционерлі қоғамға және жауапкершілігі шектеулі қоғамға айландыруы. Сабағымызды қорыта келе, меншік бұл зат емес, заттарға байланысты туындайтын қатынас, нарық экономикасының қалыптасуы, Қазақстанда меншік қатынастарын қайта құру қажеттілігін көрсетті. Ол мемлекет қарамағынан алу және жекешелендіру жолымен жүргізіледі. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, үйге тапсырма. Қазақстан Республикасының меншікті құқықтық қатынастарын қарастыру. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.